пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін, тасымалданатын жүктердің сақталуын және оларды жүру жолында бағыты бойынша уақытылы жеткізуді қамтамасыз ету үшін коммерциялық операциялар кешені орындалады. Бағыты мен шығу себептеріне байланысты бұл операциялар екі түрге бөлінеді: міндетті және қосымша. Міндетті жұмыстарға: станцияларда вагондарды қабылдау және тапсыру. Пойыздар мен вагондарды коммерциялық тұрғыдан қарау. Рефрижераторлық секцияларды жабдықтау. Жол бойында жануарларды суару. Ұсақ жөнелтімдер мен контейнерлерді сұрыптау. Вагондарды, контейнерлерді беруді есепке алу. Шекара станцияда кедендік тексеру, кедендік транзитті, кедендік декларацияларды рәсімдеу. Және де оларды жолдармен беру кезінде габаритсіз жүктердің жағдайын тексеру. Бір жолдан екінші жолдағы вагонға, сондай-ақ көліктің басқа түріне қайта тиеу. Тікелей аралас қатынаста тасымалданатын көліктің басқа түрлерінен немесе салынып жатқан теміржол желілерінің қатысуымен. Жол жүру барысында орындалатын қосымша операцияларға техникалық немесе коммерциялық байқау жұмыстары кіреді. Телімдік және сұрыптау станцияларында ПТО және ПКО техникалық және коммерциялық байқау пункті орналасады. Станциядан өтетін барлық пойыздар осы тексерістен міндетті түрде өтуі керек. Бұл басты тапсырманы ПТО және ПКО жұмысшылары, олар вагон қараушы жөндеушілер мен приемщиктер, яғни қабылдап тапсырушылар орындайды. Алғашқы визуалды тексерістен кейін мамандар операторға байқаудың нәтижесін хабарлайды. Пойыз тоқтағаннан кейін вагон қараушысы вагонның астыңғы бөлігін тексереді. Пойыздардың қауіпсіз қозғалысына бұл ең маңызды бөлігі болып табылады. Бір пойыздың техникалық және коммерциялық күйін тексеру бір мезгілде параллель жүргізіледі. Ағытып жөндеуді қажет ететін вагондарды бормен белгілеп көрсетеді. Пойызды алғашқы күтіп алушылардың тағы бірі ол пойыз приемщиктері, яғни қабылдап тапсырушылар. Өздеріңіз көріп отырғандай, приемщиктер пойызды келер алдында көзбен, яғни визуалды түрде қабылдап алады. Ешқандай ақау кетпеу үшін приемщиктер пойыздың екі жағынан жұп боп жұмыс жасайды және үнемі бір-бірімен радио байланыста болады. Пойыз приемщигінің басты тапсырмасы жүк қабылдаушыға тауарды қауіпсіз толық жеткізу. Мамандар вагондағы жүктің күйін барлық жол бойында бақылайды. Мамандар құрамды екі мәрте тексереді. Біріншісі станцияға кіру кезінде қозғалыста болғанда. Екінші қабылдап жөнелту жолында тоқтап тұрған кезде. Бірінші тексеріс кезінде мұқият тексеруді қажет ететін вагондарды белгілеп алады. Екінші тексеріс кезінде жүктің бұзылуына әкеліп соғатын ақауларды анықтайды. Тәжірибелі маман
барлық жылжымалы құрамның әлсіз жерлерін біледі. Тексеріс кезінде приемщик қандай вагонда қандай жүк тасымалданатынын білуі қажет. Вагондағы пломбаны тексерген кезде оның бүтіндігіне және құжаттағы нөмірмен сәйкестігіне көңіл аударады. Цистерна вагондарын қарау кезінде люктердің жабықтығын, қабырғасына жүктің ағып кетпегендігін тексереді. Ал контейнерлердің жайдақ вагонға, фитингі тіректеріне дұрыс бекітілгендігіне көз жеткізеді. Приемщиктер ашық жылжымалы құрамдағы жүктерге ерекше көңіл бөледі. Олар габаритсіз жүктер, орман ағаштары және ірі техникалар. Өйткені мұндай жүктер вагонға ерекше схемамен бекітіліп орналасады. Аз ғана жөндеуге келетін ақаулар табылса, приемщиктер өз бетінше орындай алады. Ал қандайда бір елеулі ақаулар шықса, онда вагонды ағытып, депоға жөндеуге жібереді. Егер ақау табылса, пойыз приемщигі вагонның күйі туралы ГУ-23 формадағы жалпы түрдегі акт толтырады. Ал актілер жалпы жүйедегі электрондық құжаттар айналымына тіркеледі. Өйткені ол мәлімет жол бойындағы барлық мамандарға тексерілген құрам жайында ескерту болып табылады. Жылжымалы құрам станцияға келген кезде приемщиктер 30 минут ішінде қарап үлгеруі керек. Ал станциядан құрастырылып, пойызды жөнелтер алдында ПКО мамандарына тексеруге 45 минут беріледі.